GZ білім алматы.kz сайтында колледжге оқуға түсуге өтінім беруді қарастырайық сіздермен. Тіркелу бөліміне өтесіздер. Мына жақта аты жөнін жазасыздар түсетін баланың, яғни нөмірін жазасыздар, почтасын жазасыздар, яғни иін жазасыздар, құпия сөздер жазасыздар, және де келісесіздер. Тіркелесіздер. Және де бірінші қадам мынау сіздердің өтініш беру беттеріңіз болады. Бұл жақта сіздер тіркелуден өту, яғни өздеріңіз мамандықтарыңызды анықтауға арналған тест өте аласыздар. Бірінші осыны өтуге сіздерге кеңес беремін. Одан кейін сіздер әрі қарай батырмасын басып, өтінішті беру өрістерін толтыруға көшесіздер, яғни тегін жазасыздар. Білімі, яғни негізгі 9-шы сынып па, әлде 11-шы сынып па? Біз 9-ды таңдаймыз. Оқу тілі қазақша, және де иін жазамыз. Өтінім түрі. Бірінші ол орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлау. Екінші білікті жұмысшы кадрлар даярлау. Бұл еңбек бағдарламасы бойынша, яғни рабочий квалификация дейді. Мынау орта буын, яғни сіздер егер 4 колледжге өтінім бергілеріңіз келсе, осыны таңдайсыздар. Бұл жақта сіздер конкурсқа қатысасыздар, әр колледжге, әр мамандық бойынша. Ал екінші бөлімде бұл жақта сіздер собеседованиеден өтесіздер колледжбен. Бізге бірінші керек, және де ата-анасының телефон номері керек, енгізу керек. Мен кез келген бір нөмірлерді енгізіп жатырмын. Бұл жақта сіздерге мақсаты көрсету. Мынау мамандық пен колледждерді таңдау бөлімі. Бұл жақта мамандық таңдайсыздар. Мысалы, туризм мамандығы, туризм менеджер мамандығын таңдайтын болсақ, енді бізге қарама-қарсы бөлімде қай колледжде осы мамандықты оқытады. Яғни біз сол колледжді таңдаймыз. Мысалы, бізге мемлекеттік колледж керек, сервис және технология колледждерін таңдаймыз. Келесі мамандық бізге мысалы программист керек. Мысалы, бағдарламалық қамтамасыз ету болса, бұны қандай колледждер даярлайды, сол да керек. Бізге мемлекеттік колледж керек болғандықтан, мемлекеттік сервис және технология колледжін таңдаймыз. Келесі бөлім бұл жақта, мысалы, мен техник-технолог тағам өндірісін даярлау. Мысалы, маған келесі Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі, мысалы, Қазақстан инженерлік технология университетінің колледжі, мысалы, осы колледж таңдайын. Және де 4-ші колледж, мен мысалы басқа мамандық таңдағым келеді. Мысалы, қазір кез келген шет тілі мұғалімі, мысалы, өте сұранысқа ие мамандық. 1-ші, 2-ші педколледждерді ұсынады маған. Міне, мен 4 колледжға таңдадым. 1-ші колледжде біз конкурсқа 1-ші колледжге бірінші қатысамыз осы мамандық бойынша. Одан өтпей жатса, 2-шіге қатысамыз. Одан өтпей жатса,
үшіншіге, одан өтпесе төртіншісіне қатысамыз. Әрі қарай батырмасын басамыз. Бұл жақта аттестат бойынша бағалар, яғни осы бағалар бойынша мен конкурске қатысамын, яғни сіздер конкурске қатысасыз. Мысалы 5, 4, 3 болса да көрсете беріңіздер, себебі өте көп оқушы қатысатын. Сол үшін әркімнің өзінің әр бала өзі бағасымен түсуге мүмкіндіктері өте жоғары, себебі тегін оқу орны өте көп берілген. Сіз қабылдау квотасы бар адамдар қатарына жатасыз ба? Яғни сіздер көп балалы отбасысыздар ма, инвалид қатарына жатасыздар ма? Және де осы критерийлер бойынша өздеріңіз көресіздер. Егер біреуіне сәйкес келсеңіздер, сіздердің құжаттарыңыз болса, сол құжатты мында басып, қайттан басып, мысалы тіркейсіздер. Мен жай ғана бір көрсету үшін ғана бір құжатты алып тіркеп жатырмын. Міне тіркейсіздер де, одан кейін әрі қарай батырмасын басасыздар. Мына жақта сіздердің өтініштеріңіз, өтініштеріңіз түгел. Мысалы туризм мамандығына, қай колледж, сервис және технология колледжіне мысалы мен өтінім бердім. Және де міне осы мен өтінімді жіберу батырмасын басам, одан кейін сіздерде сол сіздер тіркелесіздер және де грантқа, конкурсқа қатысасыздар. Конкурстың жауабы 20-20 тамызға дейін белгілі болады. Және де нәтижесін осы өздеріңіздің жеке бөлімдеріңізге кіріп, жеке беттеріңізге кіріп біле аласыздар, немесе колледжге хабарласып біле аласыздар. Осының барлығын толтырған соң өтінімді жіберу батырмасын міндетті түрде басасыздар.